Баршаңа сәлем. Бүгін бізде математика пәні 3-ші сынып 13-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы өткенді бекіту. Құстар. Бүгін сендер көп таңбалы сандарды жазуды, оқуды және салыстыруды білетін боласыңдар. Бірінші есеп. Бірінші есепте суретке қара деп тұр. Мына суретке қараймыз. Егер әр құс осы разрядтың бірлігінің санын көрсететін болса, қандай сан шығады? Жаз. Әртүрлі геометриялық фигуралардың көмегімен өз моделіңді ойластыр. Енді бұл жерде біз суретке қараймыз. Бірінші қай класста тұр соған назар аударамыз. Бірліктер класында құстарымыз жоқ, демек бірліктер класында емес, мыңдықтар класында орналасқан. Енді бұл жерде жүздік қатарында тұрған құстар саны 3, ондықта 2, бірлікте 5. Енді осы қандай сан шығады? 300-дігіміз 300, 2 саны 2 ондығымыз 20 санға тең, 325 деген сан шығады. Міне 325 деген сан шығады. Енді осының геометриялық фигуралардың көмегімен моделін ойластыруымыз қажет. Енді жүздікті алу үшін біз жүздік санына бір жүздікке бір үшбұрышты сызып көрсетеміз. Дәл солай бізде 300 болғандықтан біз 3 жүздік болғандықтан біз 3 үшбұрышты сызып көрсетеміз. Және бізде 2 ондық, демек 2 ондықты біз 4 бұрыш қылып аламыз. Шағын ғана 2 ондығымыз бірлік 5, демек бұл жерде кішігірім ғана дөңгелектер сызып шығамыз. Бұл бізде 5. Енді қосамыз 325. Дәл солай сендерде жүздікті 3 бұрыш қылып, ондықты 4 бұрыш қылып және бірлікті дөңгелек етіп алсаңдар болады. Бұл өте тиімді. Келесі есебінде де дәл солай шығарамыз келесі қатардағыны. Бұл жерде де мыңдықтар класында берілген жүздікте тұрған құстардың саны 3, ондықта тұрғандар құстардың саны 4, бірлікте 1. Енді осыдан қандай сан шықты? 341 деген сан шықты. Енді осыны геометриялық фигураның көмегімен моделін жасап шығамыз. Бізде 3 жүздік, демек 3 үшбұрыштыны сызамыз. 4 ондық, міне 4 бұрыш сызып шығамыз. Және бір бірлік, бір кішігірім ғана дөңгелек сызып шығамыз. Түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі есеп. Сандар қатарының құрылу заңдылығын тап және сандар қатарын жалғастыр. Келесі 3 санды ата деп тұр. Алдыңғы сабақта, кешегі сабақта біз осы заңдылықтарды түсіндіріп өткенмін. Бүгінгіде өзгеріс бар, сондықтан бірге шығаратын боламыз. Сандарға назар аударамыз. Кестеге 20, 22, 25, 29 деп тұр. Белгілі бір заңдылықпен орналасып тұрған жоқ. Бірінші азайтамыз. 22-ден 20-ны азайтсақ 2 болады. Міне 20-ға, бұны келесі санды табу үшін, келесі заңдылық табу үшін 20-ға 2-ні қосқан кезде 22 шығады. 22-ге 3-ті қосқан кезде 25 шығады. 25-ке 4-ті қосқан кезде 29 шығады. Демек, сендер бұл жерде заңдылықта бірінші 2-ні қосасыңдар. 2 санын қосып орындайсыңдар. Екіншісінде 3 санын қосып орындайсыңдар. Төртіншісінде 4 деген санды қосып орындайсыңдар. Ал мына санды табу үшін 5 санды қосасыңдар. Демек, 29-ға 5-ті қосамыз, мәні 34 шығады. Мәні 34 шығады. Енді сандарды өз суретімен қосып келе жатырмыз ғой. Енді 5-тен кейінгі келесі сан 6 шығады. Демек, 36-ға біз қаншаны қосамыз? 6-ны қосамыз, сонда бізде 40 деген сан шығады. Міне, осылай жазуға болады. Және де тағы да келесі 7 санын 40-қа 7-ні қосып 47 деп жазсаңдар болады. Бізде келесі 3 санды тап деп тұр. Мұнадан кейін 29-дан кейін 3 санды тап деп тұрғандықтан бұл жерде тағы да 7 болады. 6-тан кейін өз суреті 7 ғой, енді 40-қа 7-ні қоссаңдар, сонда 47 шығады.
Келесісінде 810, 710, 610 деп тұр. Демек, сандар қалай кеміп жатыр? 810-нан 710-дасақ, бізде 100 қалады. Демек, біз әр берілген санды 100-ге кеміте отырып жазуымыз керек. 610, 510, 410, 310 деп жазуымыз қажет. Келесісінде 515, 525, 535 деп тұр. Демек, бізде сандар қандай заңдылықпен орналасып жатыр? Сандар 525-тен 515-ті азайтамыз, сонда бізде 10 қалады. 525-ке 10-ды қосқан кезде 535 шығады. Демек, біз келесі заңдылықты табу үшін 10 санын қоса отырып жазуымыз қажет. 535-ке 10-ды қосамыз, 545 болады. Міне жазылып отыр. Сендерде осылай дәптерге дәл осылай жазуларын қажет. Тағы да 10-ды қосамыз, 555 болады. 555-ке 10-ды қосамыз, 565 шығады. Міне осылай орындаймыз. Есебінде мына сандар қатары қалай құрылған деп тұр. Міне 9, 90, 900, 9000, 90.000 және 900.000 деп тұр. Енді бұл жерде қалай құрылған? Біз берілген санға нөлдерді тіркей отырып сандарды оқи алуымыз қажет. Бұл жерде 9 берілді. Енді әр санға әр жазылған кезде бір нөлден қоса отырып жазуымыз қажет. Міне 9-ға бір нөлді тіркеген кезде 90 болады. Тағы да оған бір нөл тіркеген кезде 900 болады. 2 нөлге тағы бір нөлді қосқан кезде 9000 болады. Және де 90.000 және 900.000. Енді сендерде осыған ұқсас кез келген сандар қатарын өздерін құрастырып жазуларын қажет. Бұл оңай тапсырма. Мен 7-ні көрсеттім. Өздерің басқа санды алсаңдар да болады. 1, 2, 3 деп 9-ға дейінгі, 8-ге дейінгі сандарды алсаңдар болады. 9 бізде беріліп тұр. 7-ні көрсеттім. Міне 7, 70, 700, 7000, 70.000 және 700.000. Осылай құрастырсаңдар болады. Бізде келесі үшінші есеп, сызба бойынша есеп құрастырып, оны шығар. Міне сызба берілген, осы сызбаға байланысты шарт құрып есептің мәнін табуымыз қажет. Енді бізде барлығы белгілі, барлық құстар саны 620, ұшып кетті, бастапқыда 130 құс ұшып кетті, екіншісінде 260 құс ұшып кетті. Бізге сұрақ қалды неше құс? Міне, сызып көрсетемін. Осы қалған құстардың санын табуымыз қажет. Міне шартын құрып көрсеттім. Енді біз жалпы барлығы белгілі, бірінші, екінші ұшып кеткен құстар санын табуымыз қажет. Ол үшін қосамыз, 130-ға 260-ты қосамыз, 390 құс ұшып кетті. Енді 620-дан 390-ды азайтамыз, 230 құс қалды. Демек, мұнда 230 құс қалды. Келесі есебінде сызбалар берілген, осы сызбаға байланысты шарт құрып, есептің мәнін табуымыз қажет. Бірінші күні 170 құс келді, екінші күні бірінші күнге қарағанда 60-қа артық дейді. Демек, біз қосамыз. Бірінші күнге қарағанда екінші күні құстардың ұшып келгені көбірек болып тұр. Енді үшінші күні 210 құс ұшып келгені белгілі. Енді біз барлығы неше құс болған табуымыз қажет. Екінші күндегі құстардың санын табу үшін 170-ке 60-ты қосамыз. 230 құс болады. Енді барлығын табу үшін 170-ке 60-ты қостық, 230 болды. Және де одан шыққан санға 170-ті қосамыз. Бірінші күні 170 құс, екінші күні 230 құс, үшіншісі 210 құс. Енді барлығын табу үшін қосамыз. Бізде барлығы 610 құс болды. Барлығы 610 құс бар. Келесі есеп. Төртінші есеп, баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. Баған түрінде жазамыз есепті. Міндетті түрде төргездегі әр санды әр төргезге жаза отырып есептейміз. Бірінші жазып аламыз. 456-ға 138-ті қосамыз.
Бірліктен бастаймыз. Бірлікке бірлікті қосамыз, ондыққа ондықты, жүздікке жүздікті қосып есептейміз. 6-ға 8-ті қосамыз, 14, 4 түсіп 1 ойда. 5-ке 3-ті қосамыз, 8, ойда 1-іміз бар. 8-ке 1-ді қосамыз, 9, 4-ке 1-ді қосамыз, 5. Мәні 594 шықты. Енді осының дұрыстығын тексеру үшін 594-тен 138-ді азайтамыз. Міне бізде 4-тен 8-ді ала алмаймыз. Сондықтан қарсы сұраймыз. Бізде 10 болды. 10 саны бар. 10-ға 4-ті қосқан кезде 14. 14-тен 8-ді азайтамыз, 6. Мұнда қарсы сұрағандықтан бізде 8 қалды. 8-ден 3-ті азайтамыз, 5. 5-тен 1-ді азайтамыз, 4. Мәні 456. Дәл осылай қалған есептерде дәл осылай баған түрінде жазып шығарамыз. Міндетті түрде арақашықтығында дәл осылай сақтап жазыңдар. Үлгіде көрсетілгенде жазып шығарыңдар. Келесі 5-ші есеп бізде шарт есеп. Бірінші шартын оқып аламыз. Қыста қала саябағында балалар көгершіндерге жем береді. 230 құс ұшып кеткеннен соң, онда 650 құс қалды. Алғашында саябақта барлығы қанша құс болған? Енді бізде барлығын табу үшін бірінші болды, бізде болған құстар саны белгісіз, бірақ ұшып кеткендер бізде құстар 230 құс ұшып кетті. Міне 230 құс ұшып кетті, бірақ ұшқаннан кейін тағы да мұнда 650 құс қалды. Енді барлығын табу үшін белгілі, 230-ға 650-ді қосамыз, сонда 880 құс болады. Саябақта барлығы 280 құс болды бастапқыда. Келесі есеп. Бізде келесі есеп, 6-шы есеп. Құстар туралы бүгін сабақ өтіп жатырмыз, сондықтан бізге берілген тапсырмалардың барлығы құстар кездесіп жатыр. Жалпы орнитолог құстарды зерттейтін ғылым. Ғалымдар құстарды зерттеу мақсатында олардың аяғына жазулары бар сақина кигізеді. Онда аяқтарына сақина кигізіп қояды. Биыл 345 құсты сақиналады. Бұл өткен жылғыдан 215-ке артық. 2 жылда ғалымдар барлығы неше құсты сақиналады? Сандарға назар аударамыз. Бізде белгілі және белгісіз және 2 жылдағы құстардың санын табуымыз қажет. Биыл белгілі, биыл 345 құсты сақиналады, бірақ өткен жылда 215-ке артық деп тұр. Ескеретін жайт оқушылар, бұл жерде көп жағдайда біз артық десе қосамыз ғой, ал бұл жерде бұл деген сөз кездескен кезде, осыны толық түсіндіріп өтейінші, бұл деген сөз кездескен кезде амал, керамал болып орындалады. Демек, артық десе азайтамыз, себебі бұл деген сөз кездескен кезде. Осыны есте сақтаймыз. Енді біз өткен жылғыны табу үшін 345-тен 215-ті азайтамыз. Сонда бізде 130 құс. Былтыр 130 құсқа олардың аяғына сақиналарды кигізді. Ал биыл 345 құсқа сақиналы аяғына жазулар бар, сақинаны кигізді. Енді 2 жылды табу үшін биылғы және былтырғы құстардың санын қосуымыз қажет. Биылғы құстар саны 345, былтырғы құстар саны бізде 130. Енді қосамыз, бізде 475 құс, жалпы 2 жылда ғалымдар барлығы 475 құсты сақиналады. Келесі есеп, 7-ші есеп, өрнекті әртүрлі оқы, саннан қосындының мәнін азайтамыз деп қай өрнекті оқуға болады? Өрнекті оқимыз. 420 азайтылған 350 азайтылған 50 жақша ашылған. Бірінші біз жақшаны орындаймыз, яғни 350-ден 50-ді азайтамыз, одан шыққан саннан 420-ны азайтамыз.
Бізде тапсырма былай берілген, осылардың мәнін тауып аламыз. Бірінші жақша орындалады, содан кейін жақшаның сыртындағы орындалады. Бізде бірінші амал 350-ден 50-ді азайтамыз, сонда 300 қалады. 420-дан 300-ді азайтқан кезде 120 қалады. Келесінде 360-тан 290-ды азайтамыз, 70 қалады. 70-ке 420-ны қосамыз, сонда 490 болады. Келесінде де 190 мен 210-ның қосындысынан 700-ді азайтамыз. Осылай оқысақ та болады. 350 мен 50 санының айырмасынан 420-ны азайт деп оқысақ та болады, балалар. Енді бізде санның қосындысының мәнін азайтамыз деп қай өрнекті оқуға болады? Мысалға, 450 мен 50, яғни сандардың қосындысынан, мысалға қараңдар, сандардың қосындысынан мәнін азайтамыз деп тұр. Бізде саннан қосындының мәнін азайтамыз деп тұр. Қай өрнекті оқуға болады? Бізде сан шығады 400, міне саннан деп бізде мына сандарды айтып тұр. 700 саннан, мұнда 190-ға 210-ды қосқан кезде 400 шығады. Сандан қосындының мәнін азайтамыз. Міне осы өрнекті айтуға болады. Сонда мәні 300 шығады. Міне осы өрнекті айтсақ болады. Келесі есеп бізде 8-ші есеп тиімді тәсілмен есепте. Бізде 250 қосылған 170 қосылған 150 деп тұр. Біздегі тиімді тәсіл бұл жерде 250-ге 50-ді қоссақ 10-дық, яғни сандарды дөңгелектеу ғой. Сандарды дөңгелектеп шығару. Бірінші 250-ге 150-ді қосамыз, 400 шығады. 400-ге 170-ді қосқан кезде 570 шығады. Дәл солай. Сандарды 10-дыққа дөңгелектеуді алдыңғы сабақтарда көрсеткенмін. Бұл жерде 6-ға 4-ті қосқан кезде 10 шығады ғой. Демек, бізде 360-ға 340-ті қосқан кезде 600, 700 шығады. 700-ге 270-ті қосқан кезде 970 шығады. Дәл солай келесісінде де, мына 8-ге 2-ні қосқан кезде 10 шығады. Бұл демек осы сандарды дөңгелектеп аламыз. 580-ге 120-ны қосамыз, 700 шығады. 700-ге 240-ті қосқан кезде 940 шығады. Келесісінде де 390 қосылған 250 қосылған 110 деп тұр. Енді 10-дыққа дөңгелектеу үшін бізде 9-ға 1-ді қосқан кезде 10 шығады. Демек, 390-ға 110-ды қосқан кезде 500 шығады. 500-ге 250-ді қосқан кезде 750 шығады. Келесіне де сандықты 10-дыққа дөңгелектеу деген сөз 3-ке 7-ні қосқан кезде бізде 10 шығады. Демек, осы санды қосып аламыз. 230-ға 170-ді қосамыз. Бұл жерде 3-ке 7-ні қосасындар 10, 0 түсіп 1 ойда, 3 ойдағымен 4, сонда мәні 400 болады. 400-ге 560-ды қосқан кезде 960 шығады. Келесісінде санды дөңгелектеу, бұл жерде дөңгелектеуге келіп тұрма, соған назар аударамыз. Бұл жерде ешқандай санды дөңгелектеген кезде 10-ға дөңгелекте алмаймыз, сондықтан рет-ретімен қосып орындаймыз. 270-ге 180-ді қосамыз, мәні 450 шығады. 450-ге 50-ді қосамыз, сонда 500 шығады. Міне осылай есептейміз. Бізде осы тиімді тәсілі 10-дыққа дөңгелектеу. Міне, мында сыз көрсетіп қояйын. Міне. Келесі соңғы тапсырма бізде логикалық тапсырма. Тасқара бүркіттен үлкен. Тасқара деген құстың бір түрі. Тасқара бүркіттен үлкен, ал бүркіт сұңқардан үлкен. Осы құстардың ең кішісі қайсы деп тұр. Есепті шығарған кезде біз алдымен жазып аламыз. Бізге түсінікті болу үшін біздегі берілгендер тасқара, міне тазғара берілген, бүркіт берілген және сұңқар берілген. Енді бұлай берілген. Тасқара бүркіттен үлкен. Демек, тасқара бірінші болады. Бүркіттен үлкен. Ал бүркіт сұңқардан үлкен. Бүркіт сұңқарға қарағанда үлкен екен. Міне, мынаған қарағанда үлкен екен. Сонда бірінші бізде ең үлкені бізде тасқара болып тұр. Екіншісі бүркіт болып тұр. Және үшіншісі ең кішісі бізде осы құстардың ішіндегі ең кішісі беріп тұрғаны бізде сұңқар болып тұр.
Демек, ең кіші құс сұңқар екен. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сабақ ұнаса лайк басып тіркеліп қойыңдар. Бұл мен үшін өте маңызды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.